Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді голубцы тамағын дайындайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ең алдымен фаршымызға күрішімізді тазалап жуып салатын боламыз. Содан соң пияздарымызды осылай майда етіп турап аласыздар. Барлығын бір ыдысқа салып араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, приправа қоссаңыздар болады. Мен тұз және қара бұрыш қостым. Барлығын толықтай араластырып, пиязды кішкене мыжып аласыздар. Біздің салмамыз дайын, барлығын осылай дайындап алдық. Енді болгарскийлерімізді дайындайтын боламыз. Осылай ішін тазалап, төбесін кесіп алатын боламыз. Артық шеттерін тастамаймыз. Қазір сорпамызға қосатын боламыз. Өте дәмді шығады. Болгарскийдің ішіне енді фаршымызды салып алатын боламыз. Қатты тығыз қылып салудың қажеті жоқ. Өйткені біздің күріштеріміз піскесін кішкене көтеріледі. Барлығын осылай әдемілеп салып шықтық. Ең төбеңгі бетін осылай қатты тығыздап басып аласыздар, шығып кетпеу үшін. Біздің болгарскийлеріміз дайын. Енді подливімізді дайындайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды, содан соң болгарскийлерімізді турап алатын боламыз. Сәбіздерімізді майда етіп тураймыз. Содан соң картоптарымызды турап, барлығын дайындап алатын боламыз. Алдын ала қазанымызды қыздырып, дайындап қоятын боламыз. Енді қызып тұрған қазанымызға пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң болгарскийімізді салып, тағы да қуырамыз. Енді картопымыз бен сәбізімізді салып, барлығын жақсылап қуырып алатын боламыз қызарғанша. Қалауларыңыз бойынша помидор немесе томат қоссаңыздар болады. Тағы да кішкене уақыт қуыратын боламыз. Енді дайын болған болгарскийлерімізді осылай салып шығамыз. Және де салқын суымызды құямыз. Біздің болгарскийлеріміз батып тұрса болды. Тұзымызды және де укропымызды салып, қазанды бір қайнатып, содан соң астын пәсейтіп 40-45 минуттай пісіреміз. Баршаңызға ас болсын.